Бәріне сәлем. Бүгін бізде 14 мамыр. Менде демалыс. Үйді жинап қойдым. Қыздың ойыншықтарын жинайым дегенше 1 сағатым кетті. Мына жерде мусордың бәрін шығардым. Қолын жуып, бәрін жуып қойдым. Қолдарды жуып қойдым. Мусорды шығару керек қазір. Күнядан қарш өткізуім керек. Мына жерде мусор шығаруым керек. Ыдыстар бар, кішкене жуатын. Қазір тамақ ішіп алғам. Қолдардың бәрін жуып қойдым. Бірақ менде қазір күтіп тұрған мына киімдерді жинау керек. Курткалардың бәрін жуғам. Бәрі кепті, енді соның бәрін реттеуім керек. Және пастель жудым. Мен бәрін тазалауым керек. Осындай болып тұр. Сонымен киімді бірге жинап тастайық. Мына жерде жылдамдықты қосып қойдым, әйтпесе ұзақ болып кетеді. Ал егер каналымда бірінші рет көріп отырсаңыз, менің есімім Асел. Осылай видео түсірген өзіме ұнайды. Біз әскери қалашықта тұрамыз. Жамбыл облысы, Қордай ауданы және Гвардейский деген әскери қалашықта тұрамыз. Жабық әскери қалашықта. Солай жұмыс бабымен күйеуімнің. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Видеолар ұнап жатса лайк басыңыздар. Сұрақтарыңыз болса комментарияға жазып кетсеңіздер болады. Негізі киім деген көп, киетін кезде киім таппай қаласың. Осындай жуатын кезде, жинайтын кезде өте көп киім шығады. Алмайын десең керек. Кейде тастауға қимаймыз, бірақ енді кимейтін киімдердің бәрін шығардым. Содан кейін енді бұдан былай бір жаңа киім алғанда бір ескісін шығарып отыру керек қой деп ойлап жатырмын. Бірақ енді биыл мен өзім жаздыққа әлі ешқандай киім алған жоқпын. Алдында Сенсейден алған бір футболкадан басқа. Аяқ киім де бар. Сонымен әлі қарап жүрмін, не алсам екен деп. Жаз басталып кетті. Бірақ бір көйлек алу керек деп ойлап жүрмін. Бірақ аяқ киім деген жетеді менде. Балаларға енді алу керек. Солай видеоларды монтаждап үлгермей жатырмын. Уақыт болмай жатыр, өйткені жұмыс, үйдің тіршілігі, кейде ұмытып кетесің видеоны қоюға, түсіруге. Және де менің айфонымда қазір жетпей жатыр, память жетпей жатыр. Тез бітіп қала береді. Сол себепті де аз видео түсіріп жатырмын. Кейде балалар ойынды жүктеп алады, сол себепті памяттерім азайып жатыр. Бұрынғы видеолар, фотолар бар, соның бәрін аз-аздан жойып жатырмын, память жету үшін. Айтпақшы, алдында мен сіздерге айтқанмын, сериал көріп жатырмын. Кинопоисктан деп «Семья», турецкий сериал. Соны әйтеуір көріп бітірдім, ұзақ көрдім, негізі. 2 сезоннан тұрады, сонымен көріп бітірдім. Ұнады, өте шытырман оқиғалы. Ең соңында әйтеуір бәрі жақсы болды, бір-бірін өлтіріп. Бірақ ең соңында сол отбасы жеңді. Енді жаңа сериал іздеп жатырмын, бірақ сол Кинопоискта «Клюквенный шербет» бар екен, оның басын бастаған мен алдында. Енді соны аяқтаймын. Оның қанша көп сезондары шығып кетіпті, алдында қарасам. Қазір тегін көрсетіп жатыр Кинопоискта, соны көремін. Одан кейін тағы бір дорамам бар, оны әлі 2 сериясын ғана көріп бітірдім. «Мандарины» деген. Енді қазір хит болып жатыр, оны елдің бәрі көріп тастады негізі. Мен соны енді көрейін деп жатырмын. 2 сериясын көрдім, сонымен уақыт болмады. Көбіне мен сериалды кухняға, телевизорды апарып қойып, тамақ жасағанда, душ жуғанда сөйтіп көремін. Басқа уақытта қолым тимейді. Отыратын түнде ұйқым келіп кетеді, оны көруге кейде желание жоқ, түнде ұйқым келіп отырады, жұмыс бар дегендей. Сонымен сөйтіп сериалдарымды көріп бітіремін. Ал сіздер қандай сериалдар көресіздер? Дорама көретін оқырмандарым бар ма? Астына комментарияға жазып кетіңіздер, қандай қызықты дорамалар бар, турецкий сериал, орыстың сериалдары, қандай қызық қазақтың сериалдары, қандай көресіздер? Қызықты немесе шетелдің, Netflix-тің сериалдарын көресіздер ма? Астына комментарияға жазып кетіңіздер, қызық болса мен де көрейін.
Мына жерде видеода көрсетіп тұрған курткаларды пакетке салып жатырмын, өйткені менде вакуум пакет бітіп қалған. Сонымен Каспийден бір енді нормальный заказ беремін. Содан кейін бірақ саламын осы күздік көктемгі курткаларды. Сонымен мінекей үйтіп жинап болдым. Кәдімгідей уақыт алды. Күнде сып жатыр, шыбын шіркей деген үйге кіреді. Сол себепті москитный сетка алу керек. Терезелердің бәріне алдында алғанымыздың бәрі жыртылып болды. Балалар қолын тықты, сонымен тесіп тастаған. Содан қыс кезде күзде алып тастағанбыз сетканың бәрін. Енді қайтадан сол Каспийден заказ береміз. Сол жерде арзан сияқты, өйткені біздің магазиндерде қарасаң бағалары кәдімгідей қымбаттау, 200-300 теңгеге. Ал Каспийде арзаннан табуға болады. Сол үшін мен Каспийден вакуумный пакет берем, одан кейін сол москитный сетканы қарастырып жатырмын. Сонымен мына жер жинап қойдым. Киімдерді, жуылған киімдер бар. Мына жерде курткаларды салдым, күздік көктемгі курткалар. Енді мына жер толып тұр. Мына екеуі, мына мен мынау қыстық киімдер, қалың киімдер. Мына менің жаздық киімдерім. Мына жерде Алюшаның шубалары. 22 наурызда осыны тіктіргенбіз костюмді. Костюмы тұр, енді қай жерге қойып қойсам болады. Және екі ақ көйлегі қойбай. Ақ көйлегі бар. Мына жерде Әлімхандікі. Пастельдер. Енді мынаны қай жерге тағамын. Мынау вакуумный пакеттерім шешіліп қалды ма? Алдында өрлегенде жақсы болып тұр еді. Бір-екі апта өткеннен қайтадан ауа жиналып қалды. Не качественный ма, ескірді ма, былтыр алған едім. 1 жыл болды. Былтыр жақсы ұстап тұр еді, биыл ауа кіріп кеткен. Енді мына жерге тағы да мынаны сап қоям. Шкаф дәу болса да симайды осылай. Енді мынаны пакет жинап мына жерге салып қоям. Мына жерде де киімдер. Мына жерде мына жақта қалың пижама, формалар жеңістің. Мына жерде плеттер, балалардың көрпешелері, астында сумкалар, дорожный сумка, спальник дегеннің бәрі осында тұрады. Балалар алып ішінен бәрін шығарып тастайды, ішіне кіріп отырады. Содан ылғайда шашылып тұрады. Мына жерде балалардың қалың киімдері бар. Оларға да вакуум керек, білмеймін, вакуум заказать етейін ба? Әлде көремін, қажет емес па? Качественный алу керек қойдым. Солай. Енді мынаны тығу керек мына жерге бірдеңе қылып.